каналымызда подзобий микс. Менің ағам өте қуылмайтұғын, және де біз екеуміз өте жақсы тұратынбыз, бір-біріміз жақсы көретін едік. Ағам үлкен депрессияға түсті. Сол кезде біз мектеппен саяхатта жүрген едік, экскурсия жасап, жәдігерлерге қарап жүрдік. Асханада отырған кезімізде апайға біреу хабарласты. Сол кезде апайдың түрі күрт мүшкіл болды. Мені шақырды да ағаң деп бастады сөзін. Сөйтіп, сенің ағаң ваннада қан қолымен табылды деді. Жүрегім қайрылғандай болды. Мені мектеп үйіме жіберді. Сол кезде полициялар барлығы тұрды. Мені ағамның соңғы халін көруге мені апармады, жібермеді. Кейін ағамды жерлеуге кірістік. Сол кезде ағамды ең соңғы рет көру, отбасысы көру болды. Ағамды барлығы көріп жатты. Ал мен көргім келмеді. Қатты жыладым. Мен сөйтіп үйге жүгірдім, өз бөлмеме бардым. Кейіннен ағамды жерледі. Ағамның жоқтығын білдіртпегісі келді. Анам кеп, қарағым, шай іш жаным, кел деді. Аха, деп мен шайды ішпей тұғынмын. Сөйтіп 30 килограмм түсіп кетіпті. Оны дәрігерлер айтты. Ағам жоқ болғалы бері мен өте қатты мүшкіл жағдай болып кетті. Оны білген ата-анам ағамның бөлмесіне кіргізбейтін. Кейіннен 3 ай сабаққа бармадым. Кейіннен оқушылар, бұл келеді деп ойламап едім. Шынымен келіп тұрма не? Деген көңіл күй білдірді. Психологқа барып та қаралдым. Олар маған, сен жақсы болып кетесің, деді. Мен ата-анаммен бірге жылайтұғынмын. Олар маған қолдау көрсететін. Бір күні келе жатсам, ағаммен бір адам анаммен сөйлесіп отыр. Мына бөлмені жоқ қыламыз, басқа бөлме саламыз, деп айтты. Мен оны есіме түсірдім, ағамды. Сөйтімді анама жүгіріп бардым. Анашым, жоқ, болмайды, деді. Анашым, бұл деді. Мен сондықтан ағамның естеліктерін алуға бардым. Жылап жүрдім. Кейін мен ағамның хоккей ойынында жеңіп алған затын көрдім. Оны көріп ағам есіме түсіп кетті. Оны алдым. Ағам хоккейді өте жақсы көретін. Тіпті оны жеңіп алып, газетке де түскен тұғын. Сол газетпен біз мақтанып жүретін едік. Ағаммен бірге үнемі сөйлескен сайын хоккей жайлы сөйлесетін едік. Кейін ағамның зиратына барып, аға, сен білесің, мынандай жағдайлар өтті деп, жағдайлардың бәрін айтып отыратын болдым. Ағамды мен өте қатты жақсы көремін. Ағам болғанда жақсы болатын еді. Осымен видео аяқталды. Бізге лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.